кіріспе. Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Тіршілік қауіпсіздігін сақтау курсының мақсаты. Болашақ мамандарды жөнінде қажетті теориялық бөлімдермен қамтамасыз ету. Өмір тұрақтылығын сақтау үшін қауіпсіз және зиянсыз жағдайларды жасау. Күтпеген жағдайларды болжам жасау. Халық шаруашылығындағы объектілерде авария, катастрофия және қазіргі замандағы зақымдану құралдарын қолдану кезінде пайда болған зардаптарды жою жағдайында тұрғындарды, өнеркәсіп адамдарын қорғау үшін дұрыс шешім қабылдау және прогноз, болжам жасау. Тіршілік қауіпсіздігін сақтау. Тұрғындардың тіршілік қауіпсіздігін сақтау стихиялық апаттар, авариялар мен катастрофалардың алдын алу, болжам жасау және жою жөніндегі ғылыми білімдер және мемлекеттік тұрғыдан жасалатын практикалық шаралар системасы. Тіршілік қауіпсіздігінің қазіргі уақыттағы аксиомалары. 1. Адам мекендеп отырған орта потенциалды қауіпті орта ол мынандай қауіптіліктер: өлімнің әр түрлі формалары, аурудың әр түрлі формалары, индивидтер, этностар, катастрофалар, табиғи апаттар. 2. Адам мекендеген орта адамға қарсы бағытталған. Мысалы, мынандай жағдайларды адам түйсігімен түсінуге ұмтылса дұрыс болар еді. Адам ауа құрамындағы оттегімен тыныс алады. 3. Адам ағзасы да адамға қарсы бағытталған. Ағзада жүріп жататын әр түрлі биохимиялық, физиологиялық, гормондық, ферментті активті өзгерістер ағзаның автоматты түрде қартаю үрдісімен бірге жүріп отырады, яғни әрбір үрдіс жүріп өткен сайын ағза қартаюға ұшырап отырады. Бұл ашы болса шындық. 4. Адам мекендеген орта жабық жүйе. Жабық жүйе дегеніміз не? Оны қалай түсінуге болады? Қазіргі заманда адам мекендеген орта кеңістіктік тұрғыдан алғанда 3 өлшемді кеңістік болып болады. 5. Қазіргі заманғы адамның физикалық қозғалысы уақытқа байланысты емес, уақытқа бағынбайды. Бұл құбылыс уақыттың сығылу үрдісімен түсіндіріледі. Уақыт сығылғанда уақыт тез өте бастайды. Қазіргі біздің уақытымыз солай өтіп жатыр. Уақыт информациялардан және энергиялардан тұрады. 6. Қоршаған ортада, ауада, суда, топырақта өзінен өзі тазартылу үрдісі жүріп жатыр. Бұл құбылыс әлемнің жаһандық жылынуымен байланысты. Осы орайда төтенше жағдайлар зор көлемді зиян келтіруі мүмкін екеніне көз жетерлік. Төтенше жағдайлар апаттардың, қауіпті табиғи құбылыстардың, катастрофалардың, күтпеген немесе басқа да апаттардың нәтижесінде туындаған және адамдардың қаза болуына әкеліп соғатын немесе әкеліп соғуы мүмкін. Олардың денсаулығына, өмір тіршілік әрекетіне, қоршаған табиғи ортаға және шаруашылық объектілерге нұқсан келтіретін немесе келтіруі мүмкін. Айтарлықтай дәрежеде материалдық шығындарға ұшыратып, тіршілік жағдайын бұзатын немесе бұзылуы мүмкін белгілі бір аймақтағы жағдайлар. Төтенше жағдайлар жөніндегі заңдары. Қазақстан Республикасында төтенше жағдайлар жөнінде қабылданған заңдар. Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар жөнінде. Азаматтық қорғаныс туралы заң, авариялық құтқару қызметтері және құтқарушылардың статусы жөнінде, өрт қауіпсіздігі туралы. Төтенше жағдайларды жою, төтенше жағдай пайда болған кезде жүргізілетін және адамдардың өмірін сақтап, денсаулығын қорғауға, залал мен материалдық шығындар көлемін азайтуға, сондай-ақ төтенше жағдайлар аймағының одан әрі таралмауына бағытталған құтқару, авариялық қалпына келтіру жұмыстары мен басқа да кезек күттірмейтін жұмыстар. Төтенше жағдайлардың алдын ала жүргізілетін және төтенше жағдайлардың пайда болу қатерін мүмкін болғанша азайтуға, адамдардың денсаулығы мен өмірін сақтауға, залал мен материалдық шығын мөлшерін кемітуге бағытталған шаралар кешені. Төтенше жағдайлар белгілі түрде табиғи, техногендік және жаппай құру құралдарын пайдалану кезіндегі төтенше жағдайлар өнеркәсіп орындарын қирату мен істен шығаруға, жергілікті халықты зардап шегуге, ал жалпы алғанда елдің экономикасына зор нұқсан келтіруге әкеліп соқтырады. Төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитет тұрғындарды және территорияны стихиялық апаттардан, авариядан, катастрофалардан қорғау жөніндегі табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды ескерту және жою. Авария машинаның, станоктың, қондырғының, энергиямен қамтамасыз ету жүйелерінің, жабдықтың, транспорт көлігінің, ғимараттың істен шығып бұзылуы. Апат, катастрофа, адам шығындары бар, қайғылы нәтижелі үлкен авария. Халық шаруашылығындағы объектілерде
авария, катастрофия және қазіргі замандағы зақымдану құралдарын қолдану кезінде пайда болған зардаптарды жою жағдайында тұрғындарды, өнеркәсіп адамдарын қорғау үшін дұрыс шешім қабылдау және прогноз, болжам жасау. Азаматтық қорғаныс. Бейбіт және соғыс кезінде, жаппай құрту құралдарынан, авария және катастрофа кезінде зақымдану аймақтарында құтқару және кезек күттірмейтін қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін халықты және халық шаруашылығын қорғау мақсатында жүргізілетін жалпы мемлекеттік қорғаныс шараларының құрамды бөлігі.